солтүстігіндегі Ляудың өңірі Чин патшалығына бақ қонған құтты жер. Ондағы Чинфу көшесіне Чин патшалығының ел атасы Тайзу Айшин Жөле Нұрқаш пен оның ханымдары жерленген. Осынау қабырлардың есі өзінің қасірет пен мұңға толы ғаламат та романтикалы көркем хикаяларын қалай баяндар екен деші. Осы мен батырмын ба? Жоқ. Шыбын жанымды сақтаған тұтқын болған. Осы мен патшамын ба? Жоқ. Осынау байтақ далада жүрген жалғыз бірімін. Ешкімге зәбір тигізгем жоқ. Не бір егей ерлер мен арыстар қылышымның жүзінен жан тапсырды. Туысқандарымда махаббатымды аңсап едім. Қасымдағы ең жақынымда махаббатымда мені тастап кете барды. Міне, содан бүкіл орда қолымда тұрғаны мен көңілім құлазулығай. Менің бауырым Сұрқашта мені тастап кетті. Сыбызғысының үні әлі құлағымда. Бірақ ол дүниеден келген жаңғырық қана. Алғанша елім Чиния. Мен үшін, менің ұлдарым үшін аянбай еңбектеніп еді. Енді менен де, ұлдарынан да айырылды. Мына жатқан ғашығым дүнгі қылышын маған да өзіне де сілтеді. Жүрегіміз бір еді ғой біздің. Сонда да бұл дүниеде де, ақыретте де қауышуымыз нағайбыл. Мынау жатқан маңгауым, ханымым, мұрагерім Қуаңтайшының анасы. Есімнен шықпайтын қарындасым іспеттеді. 14 жасынан бері қасында болып, тартпаған бейнеті қалмады. Бұл әкемді өлтірген ата жауымның қызы, бірақ мәңгілік сырласымдасы. Мынау абақай, үлкен тоқалым, өмір ерлікпен өтсем де, шыбын жаныңа пана бола алмағанды кешіргейсің. Кристалл ұжымы Сезім киноканалы ұсынады. Тәлейім де бар еді. Өзімді осынша көп адам сүйді. Қасіретім де бар шығып мені. Ордамның атақ даңқы сендерге ылғи да қырсықты тағдыра келді. Енді өздеріңмен бірге ұшымаққа баруды ғана тілеймін. Мәңгі қауышар орнымыз сол жер ғана болмақ. Жаңираның 1583 жылы, яғни Мин патшалығының календері бойынша 10 жылы Шэнхайганның сыртындағы шығыс солтүстік аймақта жасаған жүржіндар, атап айтқанда мәнзулар Мин патшалығының бұқарасы еді. Мин патшалығы сонау 1409 жылдың өзінде шығыс солтүстікке Нұрған меңгермесінің әскери елшілігін құрып, жүржін тайпаларына қатысты істерді басқарып келді. Кейін келе тағы Ляудың бас сардар мекемесін құрып, алайда бұған қараған жүржін тайпалары қашанда Мин патшалығының әскери мәнсаптылары мен жасауылдарының талан-таражлауына, жәбірлеуіне ұшырап тұр. Нәтижеде жүржіндардың қарсылығы да күннен күнге күшейе түсті. Тәт тақсыр, тәт! Ляудыңнан шұғыл хабар, жүржіндар көтеріліс жасапты. Тәңірдің бұйрығымен келген патша жарлығында. Гулунның дуанбасы әтей қол бастап қарсылық көрсетті. Орда армиямызға шабуыл жасады. Бұған қатты залымыз. Ляудың маңызды шекара дуының бас зардалы Ли Чинляң тізгін ұшымен қол бастап барып жаныштасын. Зардап қалдыруға мүлде болмайды. Осыны бұйырамын деп жазылыпты. Көңілдегідей болмасы да қабыл алғайсыз мәртебелім. Ли ақсақал, мынауыңыз кішпейілдік болды. Мен бір істің байыбына бара алмай жүрмін. Мәртебелі жөн көрсетсе екен деймін. Айта беріңіз ақсақал. Осы әтей бұзылып жатыр деген сөзді патша ағзамға жеткізген кім? Оны өз бекзадаңыз Лирубай айтыпты. Бекзадаңыз жаңа әскери өнердің маманы ғой. Ляудың жағдайына ерекше қанық.
Бұл хабар патша ағзамға жетісімен патша ағзам оны ұнатып қалыпты. Сардардың ұлы да жау жүрек болады деген осы ғой. Патша жарлығы түскен екен, ендеше Тулын қаласы атайлап алға шығуға дайынбыз. Аттың терін адамның күшін аямаймыз. Ақсақалдың бүлікті тыныштандыруын тілейміз. Бастарда тақсыр. Әтей деген ежелден нысапта да меді. Менше осында бір сыр бар ғой деймін. Соны айтам, Куло қаласында небәрі бірнеше мың ғана жасақ бар. Құмырсқаның бәйтеректі құлатам дегені сияқты. Ойпыл тойпыл бүлік тудыруға қалай батыл бармақ. Мәртебелім, ойланып көріңіз. Екі мәртебелімнің сөзіндей болса қателесіп отырған бас сардар болды ма, жоқ патша ағзамның өзі болды ма? Жәнжу былықпат деп ойымдап жүр екенсің, сонда нені көздейсің? Қайта айтшы, Куло қаласының адамдар сендерге неліктен шабуыл жасайды? Біз жарлауда жүргенбіз. Кенеттен олар лап қойды. Өтірік айтып тұрсың. Батылым бар ма? Апарып басын алыңдар. Жанымды қия көріңіз, тақсыр. Тақсыр, обалды кетіп барамын. Мен айтайын. Куло қаласының қоятар қосынымыздың қорғас өңіріне кіріп кеткенде қамап алдық. Олар келіп тартып әкетпек болды. Сонымен соғысқа кеттік. Сүйреп апарып, 20 дүре соғыңдар. Ақсақал, істің шын-сыры анықталды ғой. Енді жасақ шығарудың қажет қалмаған шығар. Сізше қалай? Қасиетті жарлық жеткен екен, басқа да амал жоқ. Әтейдің шынымен ақ көтеріліс жасау ниеті болса, бас сардар ағзамаға мән бермей қойсаңыз, жарлыққа қарсы келген болмайсыз ба? Былжырақ. Куло қаласы он саулық үшін бүлік тудырыпты дегенге кім сенеді? Патшаның өзі де сеніп отыр ғой. Егер әтейде шынымен ондай ниет жоқ десек, ендеше патшаға мәлімет берген адам патшаны алдаған болады. Осы істі істікте күймейтін, төстікте күймейтін етіп шешсек қайтеді. Айт. Тәкешпен де, әтеймен де байланысы межелден тәуір еді. Кулоға барып, әтейді ордаға барып, қателігін мойындап, кешірім сұрауға көндірсем деймін. Қалай айтсақ та олардың қол жұмсап адам зақымдауы қате. Жарайды. Әтей ордаға барып күнәсін мойындауға көнсе болғаны. Орда жақпен өзім айналсам. Бас сардар тақсыр, көкірегіңіз мейірімді ақ қой. Тулын қаласындағы барлық қолымды бастап, екеулеріңізді Кулоға қорғап апаруға, амандықтарыңызға кепілдік етуге дайынмын. Мен қалың қолға қолбасшылық етемін. Егер әтейдің бөтен ойы болса, Кристалл ұжымы Сезім кино каналы орда ұсынады. жүрсіндардың ежелден хал жағдайын сұрап, өзара тату-тәтті өтуге күш салған еді. Екі бірдей әмір сардар әурелейтін болдым. Бас сардар ағзам тұрған Фушын қаласынан аттанған кезімде бейне қапастан шыға келген қырандай ақ әрдайым көкірегімді керетін салушы едім. Қарамаққа Жәнжудың әмір сардар екінші мәртебелі болғанымен, үшінші дәрежелі бас сардардың алдында әншейін есіктегі құлдай сезіледі. Куло қаласындағы әтей белінің қойын мен паршалығын мәнсәптілермен жасаулар тартып алғандығы айдан анық. Амалғанша бас иіп кешірім сұрамасқа тағы болмайды. Дүниеде теңдік болсашы. Әй, аузың ие бол. Никан Вайлан әлем былық бар деп жүрген адам. Мына сөзіңді естіп қалып жүрмесін. Мүмкін емес. Нұрғаш, Қате танытмас. Мен патшалығының жасауларының қолбасылар екені хақ. өйтіп сәті түсе қоймас. Немерелерім Нұрғаш пен Сұрғашты қатты сағынып жүредім. Сағынғаныңызбен бекер. Тіпті қарсы алдыңызға келсе де талай жыл болып кетті. Тануыңыз қиын ғой. Сен Жәнжудың әмір сардарысың. Қолыңды тауып алу саған қиын емес қой. Тауып алған күнде де олар мен сияқты атасына шүгіп жүрген шығар. Үлкен аға, Лонкваур, қалай келіп қалдың? тез қайтыңыз, қоржа қожайын нашарлап қалды. Аузыма дем салып, басымды оңға қаратқалы келдің бе әлде? Сол үшін кеңшілік тілеп келдің бе? Ол да айта алмай қиналдау деймін. Айтпегенде бізден жасырмайтын жөні бар еді. Ол жасырғандық емес, алдағандық болады. Балаларыңның өзі 8-ге келді. Ата, құлдығым бар. Ол менің күйеуім ғой. Ол шындықты айтпаған екен, ендеше тұң шаңырағының қоржасынан қуалап шығу керек. Ата! Бұл біздің жоржындардың салты. Әрі оған берілген ең соңғы орай. Ата! Үлкен аға,
Ата, Sen tosib жатыр ем. емші. Емші қайда? Керек жоқ. Мен барып шақырайын. Болды. Балам. Жүгін. Біздің шаңыраққа келгенге қанша жыл болды? 10 жыл болды. Өзіңді қарлы алқаптан тауып әкелген кезімде сен маған мен жетіммін. Әкем мерге қазатын аңшы еді. Аң аулап жүріп, өлді деп едің. Солай шығар. Солай деген ата. Қазір соны қайталап көрші. Сен сірә кімсің? Әкең сірә кім өзі? Ата, қазіргі маңызды жұмыс сізді даулап, айтар сөзіңіз болса кейін айта жатарсыз. Мен ақтық әл қуатымды жинап өзіңді тосып жатырмын, балам. Бұл не үшін? Не үшін мұншалықты салтанатты қасам алу мұрасым өткізіледі? Сен тосып жатқанмын анық-анығына жетпекшімін. Нұрқаш, сен атамның сөзінің мәнін түсіндің бе? Түсінгім жоқ. Расында түсіне алмадым. Сен... Ата. Кристалл ұжымы Сезім киноканалы ұсынады. Ағайынды бесең тұрыңдар. Сендер Нұрқаштың төс соғыстырған ағайындарсыңдар. Әр атамыздың өкіл немересісіңдер. Ендігі жерде Тоң шаңырақ қоржасының жүгі сендерге жүктеледі. Жеңгей, біз жетімбіз. Тоң шаңырағының қоржасы біздің де баспанамыз. Қарт отағасымен сіз болмасаңыз, біздің бүгінгі күніміз жоқ еді. Жеңгей, айтар сөзіңіз болса айтыңыз. Оттан да судан да тайынбақшы емеспіз. Жеңгей, құлағымыз сізде. Айтыңыз. Чиня, қатты шаршаған көрінесің. Барып демал. Шынымды айтсам, қайтерімді білмей отырмын. Қайтуым керек. Күйеу жігіт, бастардар ордасынан біреу сізді іздейді. Қорғауыл бастығы, бастардар тақсырдың шұғыл жұмысы бар. Қандай жұмыс? Пақырыңыз анық білмейді. Қорғауыл бастығы, біз жүрелік. Бастардар тақсырға мәлімде. Атамыз жаңа ғана дүние салып, қаралымыз. Кешікпей барам. Ләппәй. Чиня, бастардар тақсырменде шұғыл жұмысым бар депті. Бұйрық қатты жан тәтті. Тез жөнел. Дұрыс айтады аға. Алаңсыз бара беріңіз. Үйдегі жұмыстарға біз бармыз ғой. Иә, біз бармыз, алаңдамас. Чиня, амал бар, тез қайтам. Тоқта. Не болды? Шынымен маған айтарың жоқ па еді? Ақыры сұрадың ау. Саған айтар дәнеңіз жоқ. Айтқым да келмейді.
Мына Тулун қаласының дуаны Никан Вайланның әз екемізге жазған хаты берді. Никан Вайлан? Хатта жазылған Нұрқаш деген адам сен болуға тиіссің, солай ма? Не үшін сөзсіз жауап беруім керек сонда? Атамыз ақтық деміне дейін сенің жауабыңды тосып жатты. Мойындауыңды немесе қасам шуыңды тосты. Жарайды. Жетім еместігімді мойындаймын. Әкемнің аты Тәкеш, Женжу аймағының әмір сардары. Женжудың әмір сардары? Тәңірім, бұның өзі біздің жұржындарға берілген ең үлкен мәнсап. Үлкен аға, мұны қоржа қожайына неге мойындай салмадыңыз? Бұл басқа емес абыройыңыз екен ғой. Қойпай қойыңдар! Бұл мен үшін үлкен намыс, әрі мен үшін мәңгілік жан жара. 12 жылдың алдында шешем дүние салды. Әкеміз өгей шешеміздің сөзін еріп, інім екеумізді қуып шықты. Кейін келе інім мені құтқарам деп құздан құлады. Том қоржасының отағасысы келіп құтқармаған болса, баяғыдағы аққар көк мұзды су өлген болар ем. Сол күннен бастап мен өзім Нұрқаш, сен жетімсің, сүйенішсіз, ата-анасыз, уайым қайғысыз түзде туып түзде өсетін жетім бөрісің деген. Мен осылай қасам іштім. Не үшін? Енді маған мойындатпақ болады. Не үшін мен ішкен қасамнан айнытпақ болады? Сені біреу мәжбүрлеген жоқ. Бұл ата-бабамыздың заңы. Осы заң бойынша, егер күшікке алдап көстік істесе, немесе ұрлық қылмысын өткізіп қойса, ол сөз жоқ осы шаңырақтан қуаланады. Мені тұн шаңырағының қоржасынан қуалап шықпасындар ма? Оны мына өзіңнен көр. Өзіңнен көр. Атамыз ақтық деміне дейін жауабымды күтті. Жан жарамды ешкімге сездірмеуге тырысушы еді. Дегенмен одан қайнаған ыстық қаным ағып, бір мезетте тоқтамаған еді. Бір мезетте салқындамаған болатын. Сол жан жарамды мен өзім емдеп, өзім жаздым. Ендеше оның неліктен өз қолыммен тырнамақпын. Қып-қызыл қанды көрмесеңдер, менің адалдығыма сенбейтін болғандарың ба? Ешкімге де зәбір тигізбеген едім ғой. Менің де олай істегім келмейді. Егер атамыз тірі тұрса, өзіңмен бірге ол кісіге тілек қояр ем. Қазір ол кісі о дүниеге аттанды. Арман тілегін өзімен бірге әкетті. Кристалл ұжымы Сезім кино каналы ұсынады. Сен не деген тоңбойын едің? Әсілі тоң шаңырағының қоржасы сенікі еді ғой. Бірақ одан бас тартқан өзің болдың. Үлкен аға кетпесін. Үлкен ағаның қасіреті бар емес пе? Бұл кісі де лаждың жоқтығына сөйтті. Үлкен аға, жеңгейдің алдында қателігіңізді мойындасаңшы. Жеңгей, үлкен ағаны бір жол кешіріңіз. Үлкен аға, қоржа қожайынның алдында бәріміз кешірім сұрап алдағы күндерде күнәмізді жусақ болды емес пе? Дұрыс сөйтейік. Қойыңдар болды. Мен кетейін. Менің өзі балам, өзіме. Үлкен аға! Үлкен аға! Бұл жылдары сендерге бұл қара өнерін үйретумен болды.
Түң шаңырағындағы үлкен кіші неше жүздеген ер азамат күнге қатпай қар өнерін үйрендіңдер. Бұл не үшін? Ал менен не үшін Бассардар ордасына барып, Ли Чаңлянның оққа қара болдың деп сұрайтынсыңдар. Оның себебі мен Жанжу аймағының әмір сардарының үлкен ұлымын. Күндердің бірінде қайтатын болам. Тегінде өзіме тән дүниенің бәрін де қайтарып алам деушем. Бұл күннің осындай тез келерін қайдан білем. Тұра тұр. Жеңге! Жалғыз өзің барғанда не тындырмақсың? Мына 5 ағайының мен атармандарын дала кет, бірге барсын. Чиня. Мені жазғырма. Сені алып қала алмаймын. Ата заңымызға қайшылық жасай алмаймын. Өзіңмен бірге кетуге ләжсізбін. Атамыздың беті әлі жасырылған жоқ. Сендер оның төс соғысқан ағайындарсыңдар. Бірге барыңдар. Жеңгей, қожа қожайын жаңа ғана дүние салды. Үлкен аға кеткелі жатыр. Сізді қайтып тастап кетеміз. Дұрыс айтады жеңгей. Мына үлкен қоржаға қарасты бірнеше жүз адам бар. Сізге оңайға түспес. Айналайын інішектерім. Сендерге рахмет. Мен тәнен кете қоймаспын. Бұл болмайды. Сізді ешқашаны тастап кете алмаймыз. Біз қожа қожайынның шексіз мейір шапағатына бөленгенбіз. Жеңгей сізді туған апайымыздай көреміз. Үлкен аға, біз осында қалып жеңгеге қарайласайық. Бассардар ордасына өзіңіз барыңыз. Біздің де көмегіміз тие қоймас. Үлкен аға, бір еріске жолықсаңыз, бізге хабар берсеңіз дереу барамыз. Сендердікі дұрыс болды. Осында қалғандарың жөн. Рахмет, үлкен аға! Нұрғаш, тәңірге де өкпің жоқ шығар. 12 жыл ілгері қой ішіндегі қотыр ешкіде едің. Тағы 12 жыл өткен соң қожама Кристалл ұжымы Сезім кино каналы ұсынады. Өзгені бұлай қойғанда, әйеліңнің өзі де сыйыспады. Сен өсірі кім болдың? Баяғы сол әлгі жетім бір емессің бе? Ағайындарың ілеспей қойды. Заманы олақ болды. Құтырамысың әлде жынданамысың бұған? Дұрыс, мен құтырайын енді. Мен төбет жүріп арсылдайын. Бұным болмас. Құтырмайым болды. Құтырсам жұрт тастан детер. Біреу ұрып өлтіріп кетер. Мақтағанда бір өлген ит қатарында саналармын. Шыда жаным, шыда. Мен әлі де сол жетім бір екенмін. Аз уымды баса төс. Саған орай келеді әлі. Әлі орай бар. Ұлым Ли Рубай әскери мамандық қылыныпты. Сардардан жау жүрек туар деген Бассардар тақсыр құтты болсын. Бала бүркіт түлкіден аянбас деген. Бір қос жасағалда дереу Шанхай қонға барып алдынан шық. Ләппей. Тағы да бір шаруа бар еді. Сен бітіре кел. Тапсыра беріңіз ақсақал. Екі бейлісінің қарындасы тегінде жүржіндардың бірінші мәртебелі маңдай сұлу атанған. Ол үлкен бейлі Налиннің құдалығына наразы болғандықтан үйінен қашып кетіп еді. Налин оны үлкен бір қосатты жасауылмен шығып, орда қосынының қорғаныш жеріне дейін қуып барып, Амал Таусылбатының басын бұрған. Сондықтан оны жол бойы байқай жүр. Бұл арадан Шанхай қонға дейін жалғыз ғана керуен жолы бар. Егер ол табылып жатса,
Онда екі бейлісі біздің көңіл борышымызға мықтап буылған болады. Түсінікті. Бастардар тақсыр. Абыржымаңыз. Бұл менің оққағарларымның атаман Нұрқаш болады. Сенің жоғыңды тауып келуге арнай жібергелі тұрман. Оққағарлар бастығы, сізді әурелейтін болды, маған қол ұшын беріңіз. Қарындасым дүнгі екі тайпасының даңқы ғана емес, тіпті екі тайпасының баға жетпес асылза да седі. Ол өстіп жоғалып кетсе мен не деймін? Бейлі тақсыр алаңсыз болыңыз. Сөз жоқ, барымды саламын. Қарындасыңыз дүнгіні бұрын көрмеген екем. Біреуді қате танып қалсам? Ой, оған алаңдама. Тәмам ел жұрттың ішінен кез болсаң да, оның сұлу дидары саған терең әсер қалдырады. Нұрқаш, тұра тұршы. Бейлі тақсыр тапсырарыңыз бар ма? Алғашқы жүздесуіміз болғанымен ежелгі таныстардай болдық. Олжыған жас болсаң да бастардардың құрметіне бөленіпсің. Келешегіңде шек жоқ. Алдағы жерде біздің екі тайпамызға қатысты істер жөнінде бастардардың алдында мақтауыңды аяма. Жүржінге жүржін қол ұшын беру бұл жұмас жолсын ғой. Алаңсыз болыңыз. Әйтеуір жүржіндарға пайдалыс болса ғана барымды салып тындырам. Ендеше жүржіннің қайсы тайпасынан боласың? Жетіммін. Бұдан бұлай онда өзіңден шегім деп танимын. Біздің екі тайпамызға ісің түсіп жатса, мен іздесең болады. Бейлі тақсыр алып қалғаныңызға көп рахмет. Анау сөз жоқ, сізде білген адам болады. Екінің ғана маңдай алды сұлу емес, яудың бойынша маңдайға басар сұлу сияқты. Мынау кім? Нағыз сұлудың өзі екен, ә? Ой, білмей. Ай, не деген тамаша. Ол екінің маңдайға басар сұлуы. Солай ма? Дүңгі деген осы ма? Ай, жүріңдер болды, кетейік. Жүріңдер. Кристалл ұжымы Сезім киноканалы ұсынады. Келіңдер, тамақ жеңдер. Сіздерге не қажет? Сіздерге не қажет? Өздеріңіз бұйырдыңыздар. Шай әкеп қояйын. Бірге отырсам қалай дейсіздер? Осы орын көп қой. Бізге кимелейтін не жөніңіз бар? Осыдан Шанхайуанға дейін қаншалық алыс? 200 шақырым жүресіз. Кеденнен өтіп орта жазыққа бармақсыз ба? Орта жазық тым уланбайтау жер. Әрі көркем деп естіген. Бой жеткен үйіңіз орта жазықта ма? Менде үй жоқ. Құтқа ұрлап сұрай бердіңіз ғой, қайтпекші едіңіз? Кешіріңіз, әдепсіздік істеппін. Кешіріңіз. Өзіңіз қызық адам екенсіз. Орда мәнсаптылар мен жасауылдарында көргенбіз. Олар біздің жүржіндарға шақшия қараушы еді. Мен де жүржінмін. Ендеше ордаға жасауыл болып жүргеніңіз қалай? Сон айтам, ордаға жағатсып, бізді басынатыңыз қалай? Кешіріңіз, сізге бұлай деуіміз орынсыз. Ештеңе етпейді. Дегенмен жақсы кісі екеніңіз білініп тұр. Бой жеткен оның жақсы кісі екенін қайдан білдіңіз? Егер ол сұмырай болса, бізді сөйлетіп қояр ма еді? Тамақтарыңыз келді! Сіңілім екеуміздің тұңғыш сапарымыз. Жөн білмей жатырмыз, айыпқа бермаңыз. Шарап орнына шаймен қапы өтінемін. Сізге не болды? Сілейдіңізде қалдыңыз ғой. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Қоспасы. Көңіліңізде кәдік бар ма қалай? Атыңыз дүңгі бола ма? Оны қайдан білесіз? Ағайыңыз Налымбейлі бас сардар ордасына дейін барған. Өзіңізді алып баруды маған жүктеген. Қанша, тез кетелік. Болыңыз тез. Абыржымаңыз. Дастархан жиылған соң жүріңіз. Жұбайыңыз бар ма?
Бар. Оны сүйесіз бе? Ендеше ол сізді сүйе ме? Бұны білмейді екем. Ол өзіңізді сүймей кетіп қалса, қайғырар ма едіңіз? Онда тіпті өлуге бармын. Байқаймын, махаббатқа да, көңілге де жүрек жан көрінесіз. Ендеше үйімнен неліктен кетіп қалғандығымды түсінуге тиістісіз. Ағамыз екі тайпасының ықпалын күшейту үшін Түнін қаласының биі Никомайланға басымды байламақ болды. Оның 6 әйелі бар. Балалар да менен үлкен. Жаңа сіз әйелім мені сүймейтін болса, өлер едім дедіңіз ғой. Міне, кемді әйеліңізді сүйетін болып отырсыз. Ал менші сүйуді де, іңкарлықты да білген емеспін. Әлде біреуді сүйсем деп, қаншама толғандым десеңші. Мейлі, ол адам тақыр кедей болса да. Жақсы құс екенсіз. Қаншамыз көрген жерден ақ жақсы құс екеніңізді білді. Айтыңдар, қайсет болар? Қоспасы. Бассардардың мұны білмей қалуы мүмкін емес. Налим бейлі Бассардар тақсырдың өзіне барып отырса, бұл істі жақсырақ ойланғаныңыз жөн ғой. Ағай, қиналмаңызшы. Сізбен бірге қайтайын. Қанша өйтуге болмайды. Қайтып барған соң Никомайлан деген шалға басыңызды байламақсыз ба? Жүре беріңдер. Сендерді көрмеген ақ болайын. Қоспасы! Рахмет. Нағыз жайсаңның өзі екенсіз. Көңіл қаяу сорлы жан екенсіз. Кесірімді тигізсем, көңілім жай таппайды. Шиния, біз қайтайық. Кристалл ұжымы Сезім кино каналы ұсынады. Уаққағарлардың қорғалбасын Нұрқашпын, Лиру Байбекзадаға жолығам. Нұрқаш, сен жүржінбісің? Иә. Мынау Бассардар тақсырдың сізге жазған хаты. Әкеміз жүржін жігітін оққағарлардың қоспасына қойған екен, ендеше қары өнеріңнің тәуірі болғаны ғой. Қазіргі әскери өнер маманы болған, мына мен өзіңмен өнер сынассам деймін. Пақырыңыздың батылы бармайды. Күшің мығым көрінеді. Жүр, сыртқа шығып сынасайық. Либекзада Бассардар тақсырдың жарлығы бар еді. Мұнда менің бұйрығыма бойсынасың. Рубай, тағы да кімді басынып тұрсың? Жоға, қалжыңдағаным ғой. Мына кісі әкеміздің жасауыл басы Нұрқаш болады. Сәлеметсіз бе? Менің атым Натия. Нұрқаштан ханымға сәлем. Үйлерің қай жерде? Дженжуда тұрады. Ендеше біз көрші болдық. Біздің үй Тулын дуанында. Мұның әкесі Тулын дуанның дуанбасы Никомайлан. Кула дуанына енді қанша жер бар? Әлі 200 шақырым жер бар. Болыңдар шапшаң, қараңғы түсерден бұрын сөз жоқ жетуіміз керек. Бекзада тау жолы күдір ғой, ерекше сақ болыңыз. Бекзада! Ештеңе болмадыңыз ба? Бекзада ештеңе болмаған шығар. Маған не болушы еді? Сен келіп шығарып алмасаң да өзім шығып кетер едім.
Рахмет. Саған не болды? Өңің біртүрлі ғой. Ханымның қамқорлығына рахмет. Ештеңе болған жоқ. Ханым демей ақ қой. Мен Рубайдың жаңалған тоқалымын. Әкеміздің бас сардарға сыйлаған тартуымын. Екеуің не айтып отырсыңдар? Мына жігітке маған оққағар бол дедім. Қойыңдар енді, жолға шығамыз. Мәлімет дуанбасы, Тәкеш пен Жошаңан екеуі Жанжудан шығып, Гуло дуанына қарай тартып барады. Қанша адам екен? 2000-нан астам. Жарайды. Жанжудың сайып құрандары толық болған екен. Ли Чыңлянның қосыны бұл жерден қанша шалғайда? 20 шақырым жерде. Олардың қарқын өте шапшаң, 4 сағатта бізді қуып жетеді. Жарайды. Кезінде олар да ат салсатын болады. Біз қай мезетте қозғаламыз? Әтей, дуан қақпасын ашатта жанжулықтарды кіргізеді. Сол кезде сендерді аралас-құралас кіріп кетесіңдер. Өртті не ғұрлым лаулата қойыңдар. Шұрқан не ғұрлым ұлғайса сол ғұрлым жақсы. Ли Чыңлян, енді қанша кемеңгер болғаныңмен, менің дізбекті қулығымнан құтылмассың бәлем. Аттаныңдар! Шы! Тұра тұрыңдар, егер әтей шынымен бүлік қозғап тізе бүкпейміз десе қайтеміз? Үйте қоймас. Аз адам жарал болған екен, төлемін берсек болды ғой. Бұл сендер ойлағандай жеңіл желпіс емес. Мұның арты сұмдық қайланып барады. Жараланған бірнеше адамға бола патша ағзам неге сонша буырқанды? Патша ағзамның қасиетті жарлығын өзің де естідің. Шекті мерзім ішінде Ли Чыңлян барып тыпты білетсін депті. Әке, үйте қоймас. Екінші дәрежелі әмір сардарлықты патша ағзам өзі берген. Әтей айыбын мойнына алса болғаны патшаға өзім барбараға түсемін. Егер әтей көнбей жатса, Ли Чыңлянның жасауынсыз ақ Жанжудағы 2000 жасақпен барып, патшатынан Гуло дуанын жермен жексен етемін. Содан өзге амалда жоқ. Дуан қорғандағы жарандар құлақ салыңдар. Жанжудың әмір сардар Тәкеш келіп тұр. Дуан қақпасын ашыңдар. Ашыңдар қақпаны. Қайдан келдіңдер? Жанжудан келдік. Осынымыз Гуло дуанын қоршау қалсын. Зеңбірек шоғыры оң қанатта сақ тұрсын. Бөтен қимыл байқалған заман атыңдар. Хоп! Дуанына өрт кетіп жатыр. Жанжулықтар әтейдің сарбаздармен соғысып қалған сияқты. Жарайсың әтейім. Шынымен бұзылған екенсің. Жүздіктерге бұйрық, қалаға шабуылдасын. Ләппәй! Соғыспаңдар! Әмір сардарды қорғайық! Соғыспаңдар! Ли Чыңлянның қол аттандырып бізбен соғысқаны қалай? Гуло дуанының әтей дегені қайда өзі? Соны біз іздеп жүрміз. Арт жақтан адам келді. Олар біздің адам емес. Бізге жапқан бәлесіне болды. Әке! Кристалл ұжымы Сезім киноканалы ұсынады. Әке! Алдыңғы жақтағы түтін шығып жатқан жер Гуло дуаны болады. Соғыс басталып кеткен екен. Тез жүрейік. Шо! Бас сардар тақсыр. Гуло дуанының туанбасы әтей деген адам осы.
өзінің қолбасшылары өлтіріпті. Шұғыл мәлімет жолдансын, әтейдің басы және жеңіс хабар дереу Астанаға жеткізілсін. Ләппәй. Тұра тұр. Тәкеш пен Жөчаңан қайда? Дуан қақпасына олар алдымен кірген ғой. Неге хабар ошарсыз кетті? Тақсыр, бұл істен әлі хабарыңыз жоқ па? Неден хабарым болушы еді? Айт! Тәкеш пен Жөчаңан Жанжудан шыққан 2000 қолмен дуанға кірді де, әтейдің адамдарымен қосылып бізге шабуылға өтті. Бұл жырақ. Бұл мүмкін емес. Олар кеңес беріп бағындыруға келген болатын. Тақсыр, Жанжудың адамдары бізге расында алдымен шабуыл жасады. Бақытқа жарай Тулын дуанның қосыны тез жетті. Үйтпегенде бізден ауыр шығын болатын еді. Ертең неге айтпайсың?